Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен пиде, яғни пиццаға ұқсас түрік және қырым татарларының ұлттық тағамын бірге әзірлейтін боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ашытқы қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге 4,5 стакан ұн, үстінен 1,5 шай қасығында қант, тұз, ашытқы қажет болады. Барлығын салып, біріктіріп, араластырып аламыз. Үстінен 1 кесе ыстық суымызды құямыз. Ыстық суымыз қатты ыстық емес, қатты жылы болмауы қажет. Орташа температурада болады. Барлығын осылай қамырды біріктіріп, илеп аламыз. Қатты жұмсақ емес, қатты қалың емес қамыр дайындап, бетін жауып, бөлме температурасына ашуға қалдырамыз. Енді ішіне салатын салмамызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге 500 грамм тартылған ет қажет болады. 2 дана пияз қосамыз, үстінен майда туралған. Қызыл бұрыш қосамыз, 1 дана. Көк бұрыш және де ащы бұрыш қосамыз. 3 тісе сарымсақ пиязын қосамыз. 2 дана 4 бұрыш етіп туралған қызанағымызды саламыз. Аскөгімізді саламыз. Менде укроп және де кинза. Дәмдеуіштер, тұз, сұйық май және де томат пастасын қосып барлығын біріктіріп араластырамыз. Мінекей, ішіне салатын салмамыз дайын. Қамырымыз осылай көтеріледі. Оны өздеріңізге ыңғайлы формаға келтіріп, домалақтап аласыздар. Қаласаңыздар үлкен етіп, қаласаңыздар кішірек етіп дайындасаңыздар да болады. Домалақтап, бетін жауып 5 минутқа тындырып қоямыз. Тынған қамырымызды осылай кеме тәрізді жайып шығамыз. Ішіне салмамызды саламыз. Осылайынан бүгіп шеттерін жауып шығамыз. Қалауларыңыз бойынша жұмыртқаның сарысын жақсаңыздар болады. Алдын ала қыздырылған 200 градустық пеште 10-12 минут аралығында қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей, біздің өте дәмді пиделеріміз дайын. Ыстық күйінде дастарханға ұсынсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын.